Сәлем канал көрермендері. Бүгінде Қазақстанда күміс жас бағдарламасына қатысу 50-ге дейін қысқартылмақ. Жоба елге не береді? Зейнеткерлік жасына жақындаған жұмыссыз әйелдердің қызметпен қамту шаралары мақсатында министрлік күміс ғасыр жобасын жүзеге асыруды ұсынды. Бағдарлама қазір 58 жастан бастап іске асырылса, енді келесі жылдан бастап бұл жоба 50-ден асқан адамдарға да қатыса алатын мүмкіндік берді. Жоба елдерді жеке көмекші, әлеуметтік қызметкерлер, әлеуметтік жұмыс бойынша кеңесші, жас жұмысшыларға тәлімгер және тағы басқа қызмет түрлеріне жұмыс қалады. Келесі жылдан бастап оған 50-ден асқан адамдар да қатыса алады. Бұл жобаға қатысу барысында еңбек өтілі де ескеріледі. Ал 30 айлық есептік көрсеткіш 2023 жылы 100 мың теңге мөлшеріндегі төлем сомасы зейнетақы есептеу кезінде табыс ретінде ескерілетін болады. Осылайша аталған санаттағы әйелдер зейнеткерлікке шыққанда қазіргідей 17-20 мың теңге емес, жобаға қатысу ұзақтылығына қарай 70 мың теңгеден жоғары алатын болады. Жаңа шарт 1998 жылға дейін еңбек өтілі жоқ, жинақтаушы зейнетақы жүйесінен ғана төлем алатын адамдар үшін енгізіледі. Бұл жүйе бойынша төлемдер жұмыс берушілердің өз жұмыскерлерінің пайдасына енгізілген қосымша жарналары есебінен төленетін болады. Осылайша қабылданып жатқан шаралар қазіргі ғана емес, болашақ зейнеткерлерді де пара-бар зейнетақымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.